Биыл Түркістан облысында ауыл шаруашылығы дақылдарын 851 мың гектарға егу жоспарланып, ол жұмыс толығымен аяқталды. Түркістан облысы әкім аппаратының отырысында өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев мал азықтық дақылдың 2 жылдық қорын жасақтау маңызды екенін жеткізіп, аудан әкімдері мен тиісті басқарма басшысына тапсырмалар берді. Түркістан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бадраховтың айтуынша, биылғы егіс науқанына 12 мыңнан астам ауыл шаруашылығы техникасы тартылды. Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы тарапынан дала жұмыстарына 1672 агроқұрылымға 5,5 миллиард теңге несие берілген. Көктемгі егіс және дала жұмыстарын жүргізу үшін облыста төмендетілген бағамен 47 мың тонна дизель отыны бөлініп босатылды. Нәтижесінде 319 мың гектар егістік алқаптың айтылады. Мал азығы бойынша 2021 жылы мал басына қажетті 3,9 миллион тонна мал азығының 4,2 миллион тоннасы, яғни 109%-ға жиналған. Ағымдағы жылы мал басының өсу үлесіне ескере отырып, биылғы жылы мал қыстату науқанына қажетті мал азығы 4 миллион 100 мың тонна болады. Биылғы жылы табиғи шөптің бітік шығуына, мал азық дақылдарын егіс көлемінің артуын ескере отырып, аудан қала әкімдіктеріне 1,5-2 жылға жететін азық қорын жинап алуды ұйымдастыру қажет. Бүгінгі күнге Өмірзақ Естайұлы жалпы 10 маусымға 1 миллион тонна мал азығы дайындалды, 30%. Облыста мал азығына қажетті 780 мың тонна азықтық жем қажет, оның 645 мың тоннасы өзімізде қамтамасыз етіледі деп жоспарлап отырмыз. Мал басының артуына байланысты мал қыстату науқанына қажетті мал азығы 4 миллион тоннаны құрады. Бүгінгі күнге 0,5 миллион тонна мал азығы дайындалады. Егілген егіс көлемінен 645 мың тонна мал азығы жиналады. Әкімдерге айтатыным, былтырғыдай жағдайды қайталау керек. Азық мал азығын жинауға баса назар аудару керек. Қазір как раз сезон. Биыл вообще 2 жылдық азық дайындап болатын жыл. 2 жылдық. Жақсы хозяин солай жасайды. Осындай шөп мол кезде. Соған сіздерде мониторинг қойып қою керек. Мына престің де бағасы былтыр 1,5 мың еді, қазір 400, 500, 600 жатыр. Сондықтан ыңғайлы жыл биыл. Толығымен қарау керек осы мәселеге. Жақсы. Мониторинг жүргізіп отыр керек, екі жақтан да. Әкімдер тарапынан да, басқарма тарапынан да. Облыста егістік алқап басынан табиғи шөптер прессі 350-400, жоңышқа 500-700 теңге аралығында сатылуда. Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы акционерлік қоғам арқылы облысқа бөлінген 34 мың тонна бидайдан алынатын 9 мың тонна кебек агроқұрылымдарға арзандатылған бағамен сатылуда. Бүгінгі күнге 334 агроқұрылымға 540 тонна кебек босатылады. Лаура Бақытжанқызы, Гүлмира Саржанова, ақпарат.